Достар, енді сіздермен бірге фото іздеудің 12 әдісini қарап шығатын боламыз, достар. Өздеріңіз білетіндей, мына жерде екі поисковый система бар, қалғандары маркетплейстер, достар. Маркетплейстер. Мынаның бірақ фото іздеудегі өзінің функциялары бар. Сол функцияларына тоқталып өтетін боламыз. Текстпен іздегенде қосымша функциялар бар. Сол функцияларды қарап өтіп шығатын боламыз, достар. Мына қалғандары мына жердегі маркетплейстер. Именно біздердің Каспий KZ-дің талаптарына сәйкес келетін фотоларды осы маркетплейстерден табуымызға болады. Качественный, әдемі түсірілген, достар, Енді бұлардан іздеу үшін қандай критерияларға сүйенеміз, достар? Бұл маркетплейстерден іздеу үшін және поиск системалардан іздеу үшін соларды да бір тоқталып өтейік. Қараңыздар, фото іздеудегі шарттар. Бірінші, Каспий KZ-дің талабы бар, 600 пикселден өткен болу керек. Неңіз, фотоның размері, көлемі. Өлшем 600 пикселден өткен болу керек. 600 пикселға дейінгілерді қабылдамайды. Екінші, әдемі түсірілген болу керек. Өйткені качественный товар болуы мүмкін, бірақ әдемі түсірілмегенді жүктеп жіберсек, мысалға несінің сатып алушының назарына аудырмауы мүмкін да, ол фото әдемі түсірілмеген болса. Достар, сол жағы бар. Екінші, сол жағынан қарауымыз керек. Үшінші, ақ фонда түсірілген болу керек. Себебі бірінші фотоға қоятын фото именно ақ фонда түсірілген болу керек. Әдемі ақ фонда 600 пикселден жоғары болу керек. Төртіншісі, сапалы болу керек. Мысалға, жоғарыдағы критерияларға жауап береді, бірақ сапасыз. Ол қандай суреттер болады? Олар мысалға былбырап түскен суреттер болуы мүмкін, качествосы несі жоқ. Сапалы түспеген, әдемі түсірілген, бірақ пикселде жоғары, ақ фонда түсірілген, бірақ әдемі емес, керек емес ондай фотолар біздерге. Жазу болмағаны дұрыс, логотип, сайттың логосы, егер болған жағдайларда басқа фото таппасақ, оны фотошопта істеудің жолдарына көрсетіп өткен, достар. Міне, осы критерияларға сүйеніп фотоларды осы маркетплейспен іздеу системаларынан іздеп шығатын боламыз, достар. Google Chrome'да ашамыз, міне, Google Chrome'да ашамыз, ең бірінші, Енді біздерге іздейтін товарымызды осы жерге жазсақ, міне, графический планшет десек, общий сайттарны, нелерні көрсетті біздерге. Енді бұны барлық адам біледі, осылай іздеу керек. Енді картинканы да барлық адам білуі мүмкін. Мысалға, картинкаға өткен кезде. Бірақ бұл жерде инструмент деген функциясы бар. Көп адам оны да білмеуі мүмкін. Біздер қалаған размерді қойып, біздер қалаған суреттің качествосы бар ғой, сода мына жерден отметка қойсақ, белгілесек, міне, большой, средний, знак деген нелер. Әшен иконкалар, ол мелкий размерлерде болады. Біздерге үлкен размерде керек. Соның үшін үлкенді таңдаймыз. Міне, үлкен размердегі графический планшеттер шығып келді. Міне, үлкен размердегі графический планшеттер шығып келді. Моделіні жазасыз қаласаңыз мына жерге. Осылай размерін қойып іздесек, мына жерде бұрышында размері көрініп тұр. Мына мысалға кішкене размері. Біздердің талаптарға келмейді бұл. Егер ұнап тұрған болса, 500 пиксель ничего, 600 пикселді слой ашып фотошопта, оны жасаудың жолдарını көрсеткенмен сабақта. Енді екінші түр іздеуіміз бар. Міне, дәл осы фотоны біздер фото арқалы өзінде іздей аламыз. Google'дың ішінде. Мысалға, осы фотоны мишканы бір басамыз, оң жағыны мына жерде найти картинка Google еді. Сол жерге бір басып жіберсек, достар, Google'дың өзінен дәл осындай етіп түсірілген фотоларды шығарып береді міне біздерге. Қараңыз, функциялар міне осы жерде тұрыпты, картинкада тұрыпты функциясы. Дәл осылай түскен барлық фотоларды қайсы сайтта сатылады, кім сатып жатыр, бәрін осылай анықтауға болады. Фото арқалы осылай іздеуге болады. Фотоның үстінен бір басасыз, міне, найти картинка Google'ды басасыз. Бұл екіншісі. Енді үшіншісі бар бұл жерде. Мысалға, осы фотоны біздер іздейміз. Сохранить етіп алып тұрып, фото арқалы іздейміз.
сохранить етіп алып тұрып, мысалы, оның үшін мына четінде SEO-да тұрған уақытта картинка жоқ болады. Мына картинкаға өткен уақытта мынандай значок пайда болады, достар. Осыны бір басамыз, мына жерге сілтеме арқалы іздеуге болады. И өздеріміздің скачет еткен фотоны, енді мына фотомыз ғой, біздердің фото арқалы іздейміз енді. Бір басып жібереміз, міне фото. Дәл сол фото арқалы іздеп кетті. Бұл үшінші жолы. Жаңағыда шықпаған нелерде шығуы мүмкін да бұл жағдайда. Көрдіңіз ғой, ішіндегі фотолар арқалы іздеді. Google бітті сомен. Google'дың основной іздейтінін осылай болып іздесе болады. Енді біздер Яндекс браузерді ашамыз. Яндекстен іздейміз мына жерде. Яндексқа графический планшетті басты. Бұл жерде чем лучше нелер шығарады. Бірден качественный фотолар шығарды. Бұл жерде де тоже, мысалға, картинкаға өтесіз. Мына жерден ұнаған картинкаға бір бассаңыз, бұл жерде де размерлары көрсетіп тұр, 970-ке 762. Бірақ Каспий кезетте квадратный. Бұны да жасауға болады фотошопта. Көрсеттім ғой, фотошопта квадратныйның ішіне қалай салу керектігін осындай фотоларды. Көрдіңіз ба? Уже бір фотоны ашсаңыз, соған қатысты фотолар мына жерден шыға береді. Қайсы сурет ұнады, сол сайтқа өтіп көруге болады, мынаны бассаңыз. Артындағы фотоларды алу үшін, достар. Яндексте көрдіңіз, Яндексте де сондай. Картинкаға өтесіз, мына жерден іздей бересіз өзіңізге қажетті болған нелерді. Енді бұл жерде де дәл Google-дікіндей сурет бойынша іздеуге болады. Сурет бойынша іздеуге болады. Тағы да болады бұнда. Картинкада тұрған уақытта файлды басамыз. Мысалға, фотоның өзі арқалы іздеуге болады. Мысалға, түсірілген фото ма о. Сол арқалы іздеуге болады мынандай. Бұлда да сол. Бұл екінші енді. Енді бұны да жауап тұрамыз. Енді біздерге розетка деген сайт бар, украинский, rozеtka.com.ua деп тұрды ғой, Артқа бір қайтамыз. Осы официальный сайт. Енді біздер осы жерден іздеу үшін, басамыз графический планшетті. Ақ фондағы фотолар шығады бұл жерде де, көрдіңіз ба? Керемет. Даже бұл жерден характеристикаларына бәріне идеальный жазылған бұл жерде де. Бұл жерде бірақ логотиптар болуы мүмкін, достар. Қолданушының өзі қосып қойған болса, функция арқылы логотип шығар деп. Ол логотип, мысалға мына жерде жоқ логотип. Көрдіңіз ба? Бұны мысалға мына жерден сохранить ете алмауыңыз мүмкін. Мына жерден сохранить етесіз прямо. Үстіне бір басасыз, сохранить как-то басасыз, сохранить етіп аласыз. Көрдіңіз ғой, оңай. Осы жерден де прямо Google арқалы іздеп кете беруге болады. Розеткіде осындай полный описание, характеристика, товардың мәліметтеріне жақсы толық жариялайды бұл жерде. Мысалға, подбор товарды басаңыз, идеальный етіп жасаған бәрін. Көрдіңіз бе? Толық мәліметтерді алуға болады бұл жерден товардың мәліметтеріне, фотоларды, розетка marketplace. Үшінші, Amazon, достар. Үшінші емес, төртінші кен. Amazon. Бұл, мысалға, орысша да іздеуге болады мына жерден, орысшаға қойып тұрып. Мынаны бассаңыз, барлығы шығу керек мына жерден. Бірақ біздер бұны ағылшынша іздейміз. Ағылшынша іздеген дұрыс болады. Графический планшеттің ағылшыншасы керек болса, мысалға былай іздесеңіз болады. Аудармашыға өтеміз. Аудармашыға өтіп, шықты, копировать етіп аламыз. Оны мына жерге тастаймыз. Шықты бірден. Біріншісіне кіреміз. Көрдіңіз ба? Бұл жерде де керемет нелері, ақ фонда бәрі. Каспий кезеттің талаптарына сәйкес келеді.
керемет качественный фотоларды табуға болады бұл жерден де. Бұл жерден де сохранить ету оңай. Міне, JPEG форматта. Осылай. Amazon'da суреттері качественный істелген суреттер болады. Бұл маркетплейсте. Жалпы түсінікті болды, я. Бұл да кетті. Енді Alibaba. Alibaba, міне, орысша тұртты қазір, бірақ ағылшынша тұрғаны жақсы болады. Орысша тұртты, енді қазір біздер графический планшет деп іздеп көреміз. Графический планшет деп іздеп көреміз. Міне достар, біздерге мынандай фотолар, например, бірінші фотоға қоюға болмайды ғой Каспида, я? Біріншіге қоймайтын болмайды. Енді осыған міне как раз мынаны қойса болады біріншіге. Ақ фонда түскені бар екен. Қалғандары, мысалға, коробкында мысалға олар қоймауы мүмкін. Біздерге бірақ мынау именно келеді. Үстінен бір бас жібересіз, міне, шығады, сохранить какты басасыз, міне, JPEG форматта тоже болады. Каспи кезетте мынандай ұзын жазуларды бір кездері қабылдамайды. Әсіресе мынандай нижний правил араларында болса, атында фотоның мына жерде 01 деп сохранить етің, екінші фотоға 02 деп сохранить етің, я? Сондай жағдайларда болады. Іздеген уақытты мына жерде тауарда тұру керек. И мынаның тағы бір ерекше функциялары, мынаны басасыз, тоже міне, мына фотоны іздеуге болады, фото арқалы. Міне. Көрдіңіз бе? Бұлар Google арқалы бірінші шықпауы мүмкін, Google'дан іздеген уақытты. Көрдіңіз бе? Бағаларында бәрін біліп алуға болады бұл жерден. Мына жерден, мысалға, кейбір кездері андай мыжыр-мыжыр болып жатқан фото арқалы іздеген уақытты жақсы таба алмауы мүмкін. Бірақ қазір өзі, системаның өзі бірден анықтап тұр. Фотоның өзі қай жерде жатқанын, міне өздері размер беріп, соны іздеп жатыр. Бүйтіп қойып қояды, кейде дұрыс таппай қалады ол кезде. Иә? Қараңыздар енді. Түсінікті болды ғой, Alibaba. Сохранить етуі, видеоларды алуға болады бұл жерден. Alibaba'да кетті. Alibaba біздерде нешенші сайт? Маркет көрдік, розетканы көрдік, Amazon'ды көрдік. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-шы сайт, 7-ші сайт AliExpress. AliExpress'ті көреміз. Міне AliExpress. AliExpress'ке де тоже орысша жазсақ шығады. Қараңыз. Орысша жазсақ шығады. Міне. Өзіңізге ұнаған міне моделімен іздесеңіз, моделімен. Мына жерде тұрған фотоларды AliExpress'те мысалға бассақ шықпауы мүмкін, да? Мысалға. Қазір көрейік. Шығып тұр. Если, міне, мына жерде мысалға сохранить еткен уақытта кішкене болып сохранить болып қалуы мүмкін кейде. Бірақ бұл 640-қа 640 екен. Мына қараңыз. Енді кейбір страницкаларында сохранить болмайды. Мынаны бассақ шықпай жатады, достар. Соның үшін бір үстінен басып, басқа страницада ашып жібереміз, мысалға міне. Бұлай ашылды ғой, кішкене болып қалды бірақ. Біздер мына жерде үстіңгі жағынан AliExpress'те ашқан фотомызды, жеке ашқан уақытты, міне, мынаны өшіріп тастаймыз, 50-50 дегенде. Осыны алып тастаймыз, соңғын. Міне, алып тастадық, бір басып жібереміз, қазір өзі автоматически өзінің размеріне келді. Міне, өзінің размеріне келген уақытты сохранить етіп аламыз, міне. Көрдіңіз ғой, өзінің размеріне келген уақытты сохранить етеміз. Бұнда енді компьютерный десктоп версиясында фото арқалы іздейтін функциясы қосылмаған әлі AliExpress'те. Осылай сохранить етесіз, осылай іздейсіз, міне достар. Міне. Енді бұннан ағылшынша іздегеніңізде жақсы болады. Ағылшынша іздеген уақытта басқаша шығуы мүмкін, мысалға фотолар, я? Көбірек шығуы мүмкін, міне өзгере бастады уже. Жаңағы фотолар мына жерде де шығып кетті уже, міне. Осылай видеосымен шығады. Видеосында сохранить етіп болуға болады.
Міне достар. Жалпы осылай. Мына жердегі фотолары, мысалға астындағы түсініктемелерді қызықтырса, бұларды да сохранить етіп алуға болады. Міне. Мынаны қалай конвертация жасау, веб не бар ғой, фото несі. Мысалға бұның файлы веб болып тұр ғой, Каспий кезетке түспейді. Бұны конвертация етуді сабақта көрсеткен бар, арнайы сабақта бар. Қалай конвертация ету керектігін. Алиэкспресте міне осындай качественный фотолар іздеп табуға болады. Енді біздер Озонға келдік достар. Мынаған. Озон жалпы маркетплейс, ресейлік маркетплейс. Озон.ру сайты. Жақында бұл Қазақстанға да кіріп келеді. 2022-ден бастап. Бұл жерге де мысалға бұның да керемет, міне ағылшыншада іздеуге болады. Міне автоматты түрде өзі аударып, системаның өзі орысша нелерді шығарды мына жерден. Бірақ орысшада мына жерде қазір іздеп көрсек, басқалары шығуы мүмкін ба? Әр түрлі етіп іздеп көре береміз достар, біздерге қажет. Чем көбірек шығарды, көрдіңіз ба? Уже басқашалары шықты. Міне фотолары керемет, міне аппақ фонда түсірілген, әдемі, міне. Вообще супер. Міне. Міне сохранить етіп аласыз. Бұл да міне веб-версия. Міне веб-версия. Бұны JPEG-ға айлантырып, Каспийға жүктеп жібереміз. Достар. Качественный фотолар міне. Озон.ру. Одан кейінгісі Wildberries. Wildberries міне. Бұған да жазамыз Wildberries.ru міне. Шықты графический планшеттер. Качественный тоже бұл жерде де суреттер. Ақ фонда түсірілген міне. Бұл жерден де сохранить етіп алу оңай. Достар. Енді біздер фото арқалы іздесек те болады мына жерден, бұл сайттан. Мысалға осыны фото арқалы іздесек, міне. Ұқсастарын шығарды, дәл соны шығармады. Ұқсастарын шығарды, бірақ графический планшет екенini біліп тұр, графический планшеттер шығарды. Достар. Бұл Wildberries'те де качественный осындай суреттер табуға болады. Міне, көп. Бұл да ресейлік сайт. Marketplace. Бұл Қазақстанда жұмыс істеп тұр. Бұл туралы арнайы курс дайындап жатырмын, достар. Сөздің сабақтың ортасында информация болсын айтып кетейін. Сабақ дайындап жатырмын бұған да арнайы Wildberries сайтына. Қалай тауар қосу керек, қалай сату керек жайлы. Жалпы осылай іздеуге болады бұл системаның ішінен. Мына жерде міне сатылатын мемлекеттері, қанша мемлекетке сатылады шетіне. Қазақстан, Украина, Армения, Россия, міне осындай көруіңізге болады. 1688 ком сайты, Қытайдың сайты. Бұл жерден де нормальный фотоларды түсіруге болады. Бұлар бірақ слишком фотоларды кейде не істеп жібереді. Қазір бұны китайскийға іздеп көреміз. Китайскийға нетіп аударып. Ойыншық етіп жібереді, пластмасс етіп жібереді кейде. Бірақ таба алмаған кезде бұл жерге жүгінуге тура келеді. Міне, графический планшет осылай аударды. Іздеп көреміз енді. Бұл тауып, сосын көрсетем бұны. Міне, 1688, міне. Міне, шығарды. Бұлар да мынандай болады, жұмыс істеу өте қиын бұлардың несімен. Бірақ таба алмаған кезде мәжбүр боламыз, алуға Photoshop арқылы іздейміз. Міне. Бұл жерде де тоже качественный фотолар табуға болады, керемет качественный фотолар бар. Достар. Бірақ бұлар слишком жаңағындай фотоны пластмасс етіп, жаңағындай слишком не бері жібереді, артық неге фотоға. Со жақтары ұнамайды бұның онша. Достар. Жалпы осылай, міне, 1688 комнан осылай іздеп беруіңізге болады, аударып тұрып, е? 1688 Қытайдың оптовый зауыттар кірген сайты. Енді одан кейін
біздер Joom сайтыны көріп шығатын боламыз. Joom'ды достар. Joom'ға ағылшынша жаза берсек болады. Ағылшынша, орысша екеуінде болса іздеп көреміз міне. Осылай іздеген кезде бұларда да керемет фотолар шығады. Мынандай надпистер болса, бірақ оны мынауына қызығып тұрған болсақ фотоның өзіне, ананы өшіріп тастаймыз шетіндегілер достар. Photoshop арқылы оны көрсеткем. Міне. Осылай іздейсіздер Joom'нан. Керемет фотолар бар тоже бұл жерде. Бұның да сохранить ету қиын емес. Міне, сохранить как-то басасыз, уже сохранить болады. JPEG форматта как раз бұлар. Taobao сайты, официальный taobao.com деп кіресіз, міне. Бұл жерден де китайский етіп іздесеңіз жақсы фотолар шығады. Бірақ бұларда да тоже жұмысты көбірек істеу керек. Баннер сияқты жазып тастаған бұлар. Қазір логин пароль сұрап тұр. Іздеген кезде бұларда логин пароль сұрайды. Неден? Минус жағы бар. Taobao'дан егер сізде логин пароль болмаса, қазір мен логин пароль арқылы кіріп көрсетейін. Достар. Міне қазір кіріп шығамыз ішіне. Осындай регистрация. Қосымша міне қауіпсіздік нелерін сұрап жатыр тағы. Қазір өткізіп жіберу керек. Жерден. Енді өткен сияқтымыз. Міне өттік. Енді іздейміз. Планшетті. Міне планшеттер шықты. Достар. Көрдіңіз бе, мынандай етіп жазып тастаса, бұнымен жұмыс істеу өте қиын. Бірақ екіншісінде жазусыз тұрған болуы мүмкін сүйретінде. Қиналып ашады. Photoshop неде бұл? Сәл жүктелуі қиын бұның. Екіншісінде тұрған болса, алуға болады. Бұның асты жақтарында да фотолар болады. Бірақ міне былбырап жатыр, көрдіңіз бе? Некачественный бір жерлерінде. Мыналар более-менее болады. Бұны бірақ мынандай фонда болмау керек. Сол жақтары бар. Іздеп табасыз мына жерден ақ фонда түсірілгендері бар. Міне, например. Осыларды кесіп алуға болады Photoshop'тан. Мыналар енді слишком біздерге келмейді. Мыналарды етіп жазып тастаған, олар вообще келмейді. Мыналар екінші неге келуге болады? Логотипіні өшіріп тастауға болады. Екінші фото, үшінші фотоға. Міне. Бұл жерден екінші, үшінші, төртінші фотоларға қоятын фотоларды іздесе болады. Бірінші фотоларды AliExpress, Taobao, сол жақтардан іздей бересіз, Alibaba'лардан. Достар. Бұл жерде көрдіңіз қой, көбі жазылған. Жарайды, екінші фото, үшінші фотоларға қоюға. Сохранить қалай етеміз? Мысалға, басамыз. Міне. Қазір. Астындағы фотоны сохранить ету үшін, міне, осылай бұны да сохранить ете беруге болады. Мына жердегі фотоны сохранить ету үшін, мысалға, мына жерден новый мынағына ашып жіберуге болады. Қазір қайтадан. Қазір бұл. Міне, достар, фотоның үстіне
мысалға кодты басасыз. Код дегенде меню бар ғой мына жерден, иә? Оң жақтағы мишканың кнопкасы арқалы менюдағы посмотреть кодты басып, мына суретті міне көрініп тұр. Мынаның үстіне бір апарып қойсаңыз, міне сурет бар. Мына жерге бір басып жіберсеңіз, міне жеке ашылды, сохранить етіп алуға болады. Міне достар, сохранить етіп алынды. Иә, осындай. Қарапайым осындай. Жалпы бүгінгі сабағымызды осымен аяқтаймын.